Қараңыздаршы, мынаны бір ситуация елестетейік. Сен бір әжеге көмектесейін деп жатсың. Бір әжеге кетіп бара жатқан көмектесесің. Бірақ сол әжеге көмектесіп жатқан кезде жерде бір 10 мың теңге көріп қалдым. Бәрі саған қарап тұр. Ана әжеге көмектесу деген вариант бар. Мына жерде 10 мың теңге тұр, ұшып кетеді. Сен сол кезде автоматын басқалар қарап тұрған кезде сен тұрасың да әжеге көмектесіп кетесің. Да? Ты же герой. Қалай мен үлкен адамдар сыйлаймын, маған үйдегілерге тәрбие берді ғой, да? Үлкен жерді сыйласын, тәрбие берді ғой. Как я могу? Дейсің да? Ана әжеге көмектесесің. Ана 10 мың теңге жоқ. Просто мысал есейді. Ол кезде біздің басымыздағы миымыз не істейді? Автоматын камен егер ақшаны алып қалсам, бүкілдің көзінше. Да, ақшаға бүйтіп жағын таласып қалсам, мені оңбаған ақшаға өлген деп ойлайды. Дейміз да? Баста сөйтіп ойлап қалады деп қорқамыз да. А ол не нәрсе? Признак, что сен ойлайсың, что мен мені көп ақша тауып кетсем, и сол нені үлкейтпейді. Сен көп ақша тауып кетсең, сені айналаңдағы бәрі ойлайды, оны ақша өлген, бүйтпейді деп айтады деп, тумаларың айтады деп ойлайсың, общество, қоғам бүкіл айтады деп ойлайсың да, сен прикинь, сол нәрсе саған кедергі мүмкін, іште көп ақша табуыңа прикинь. Мен сол нәрсені түсіндім, что бізде кішкентай нәрсеге заложено, біз сондай менталитет қатты сіңіріп тастаған ғой. Ақша деген, ой, ол дейтін жаған ал дейтін, ұрыс керіс болады. Кезінде мамаларың ұрысқанша кредит бойынша ақша жоқ қой, топар тап деп ұрысқан болуы мүмкін да. Любой нәрсе болуы мүмкін, но сол нәрсе прикиньте, сендегі енді қараш, көзіңді аш, логикаға салшы өзіңе. Сол моментке бар, сосын түсіндір өзіңе. Айт, қараш. Елесеші, ана 10 мың теңгені алдың, әжеге көмектестің. Егер сенде ақша көп болса, ана жерде, сен сол әжені бір қуанту үшін, сен бір паркке апарып, бір пикник жайып, күшті бір паркке отырғызып қойып, ана аққуларға қаратып қойып, жағдай істеп бере алатын едің да. Сен ақшаң болса, анаған қараған кезде сен больше комфорт, больше удовольствие бере алатын едің. Да? Вот сол нәрсені айтқым келіп отыр. Потому что, енді глобальный тақырып, айтқан кезде көп нәрселерге ойлануға мүмкіндік беруі мүмкін. Қараңыздаршы, келесі мәселе, просто бұл жердегі өзіңді көп ақша табуға өзіңе разрешение беру деген әңгімені айтқым келіп отыр. Қараңыздаршы, біз сөйтіп мана ойладық қой. Ақша алып кетсем, бәрі жаман деп ойлайды. Сол үшін сен көп ақша таппауы мүмкінсің. Келесі мәселе, енді өзіңе түсіндіру қалды. Допустим, сен өзіңнің сүйікті ісіңмен айналысқың келеді да. Молодецсің, сен сүйікті ісіңмен, мен ақша қызық емес. Бірақ сен художниксың мықты. Бірақ сен өзіңнің художествоны, сен ішіндегі творчествоны барлығын күшті форматта жеткізу үшін не керек саған? Саған киіз керек, саған доска керек, бәрі күшті краскілері керек, дұрыс па? Оның бәрі не? Оның бәрі ақша. Просто бұл жердегі сенің ақша маңызды емес деген нәрсені сен басыңа құйып тастаған болса, оны міндетті түрде алып тастау керек. Потому что ол саған іште кедергі болады. Когда сен идеяны көріп тұрасың көп ақша табудың, бірақ сен жасамай қаласың ғой, бір кезде байқайсың ба? Просто сен іштің, сенің внутренний мир жасатпайды оны саған. Энергия бермейді, энергия бөлмейді саған ол үшін, жасау үшін. Сол үшін сен соған келген кезде сен шаршап қаласың, істегің келмей тұрады, бірдей на потом қалдыра бересің, сонда идеялар туады. Вот осы тақырыпты айтқым келеді, что разрешение беру. Біз менталитет сонда болып кеткен, что біз ақша десе өлдің ба деп айтады деп қорқамыз да, өзімізден қаншаға келген байлықты, берекені, несібені өзімізден ысырамыз. Бірақ егер елестетші, сенде көп ақша болса, сен көп адамға көмектесе аласың, көп адамға комфорт жасай аласың. Сол адамдардың барлығына сен, яғни айтқан кезде қуантыласың. Ақша бермей қой, ақшаға төкпей қой. Мә саған мама, мә саған ата, әже, мә сестренкаларым деп айтпайсың. Сені күшті оқуыңа түсіріп бересің, да? Күшті мамандарға бересің, да? Массажыңа жазып бересің, бассейнге жазасың, да? Әртүрлі санаторияларға апарасың, дұрыс па? Солай сен комфорт жасайсың. Потому что сен ешқандай күн, дұрыс та қой, ақша кетпейтін күн болмайды. Сен жүрсің, осы елде жүрсің, сен налог төлеп жатсың, ол ақша. Сен жүрсің, сен поездың бар, сен ішетін суың бар, соның барлығы бар, барлығы ақша. Просто мен айтайын деген нәрсем,
ақша деп қалмадыңдар енді, но идея мынандай, сен просто разрешение бер, что ақша ондай, ақша деген жаман да емес, жақсы да емес негізі. Осы 17 күнде түсінген нәрселерімді айтып жатырмын, ақша жаман да емес. Просто біреу оны жаман деп қабылдайды, біреу жақсы деп қабылдайды. Кім жаман деп қабылдайды, скорее всего, ол кедей болып жүр, ол байлардың бүкіліне жыны келеді, байларды көре алмайды, байлардың ой, ақшаға бай шіріген бай дейді, өлген дейді, именно соны көрсе бүткісі келеді. Яғни ақшаға деген қарым-қатынасын жаман қылып тастады. Яғни ақша жаман деп өзіне басына құйып алды. Екінші адам бар, жақсы инструмент, жақсы дос, жақсы мүмкіндіктер, жақсы путешествие, ел көру, жер көру, адамдармен танысу, көп адаммен танысу мүмкіндіктер деп қабылдап алды да, енді солай өмір жүр. Кім басына қалай қабылдап алды, дәл сол өмір сүріп жүр. Значит, ол нені білдіреді? Бүкіл өмірің өз қолында деген түйінге келеміз. Так что сендер бүкіл ситуацияны, ақшаны, үйді, любой нәрсені, мүмкіндікті қалай қабылдайсың? И ол дәл солай болады. Кеттік, 17 күнде осы нәрселер, күш нәрселер болды. Мен бөлігін бөлістім. 17 күндік челлендж ешқандай да зря болған жоқ, ешқандай да өкініш жоқ, потому что мына идея, мына инсайт челлендж болмаса, скорее всего, келмейтін еді. Так что әрекеттер көп болсын, әрекеттер кезінде көп идея келеді, мүмкіндіктер келеді, көзің ашылады, и сен бір берекеге, несібеге бөлінесің. Как всегда, дамыңдар, дамуды тоқтатпаңдар.